Мен Рахымбаева Гүлнұр Бижанқызы 1979 жылы Талас ауданы Ойық ауылында дүниеге келдім. Қазіргі таңда номері 34 Бақыт Бөбекжай бақшасында 2010 жылдан бастап тәрбиеші болып жұмыс жасаймын. Бала біздің болашағымыз. Сол болашақтың жарқын болуы, ақыл ойдың дамуы таңертеңгілік жаттығу кезінде жүзеге асырылады. Күнделікті оқу әрекетінде қимылды ойындар, дидактикалық ойындар, ұлттық ойындар ойнатылады. Ұлттық ойындардың күн тәртібінде ұйымдастырылған серуеннің маңызы ерекше зор. Серуен барысында ағаштарды жұлмау, гүлдерді жұлмау, ағаштарды сындырмау, оларды күтіп баптауды айтамын. Серуен барысында түрлі ойындар ойнатып, бойларын сергітемін. Ойын арқылы балалардың мінез құлқына көңіл бөлемін. Балалардың түскі ұйқысын қадағалаймын. Ұйқыдан тұрғызып, табанға арналған кілемше үстімен жүргіземін. Күннің екінші жартысында қимылды ойындар ойнатып, тамақтануын қадағалаймын. Балаларды кешке ата-анасына тапсырып, таңертең жақсы көңіл күймен келетінін сұранамын.